Достар, бүгін лечо салатын дайындаймыз. Дәмі ерекше, менімен бірге дайындаңыздар. Оңай әрі тез болады. Ең бірінші бізге осы видеода көрсетілген болгар бұрышы, пияз, қияр, сәбіз, чеснок, ащы бұрыш және помидор, укроп қажет болады. Дәл осыларда болгар бұрышын, пиязды, чеснокты жақсылап турайсыздар, сәбізді теркадан түзесіздер. Укроп пен қияр соңында қосылатын болғаннан кейін мен тура алмадым. Сосын помидорды айта кетейін, 15 кило помидор қолдансаңыздар, 10 килосын турайсыздар, 5 килосын мясорубкадан түзесіздер. Себебі сіздің лечоңыз сочный болып шығады. Міндетті түрде осылай жасаңыз. Ең алдымен ыдысқа май құйып, пиязды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Сосын үстіне чеснокты саласыздар да тағы да қуырасыздар. Кейін осылай теркада түзген сәбізді, помидорды және болгар бұрышын салып, жақсылап араластырасыздар. Осылай қайнатсаңыздар, үстіне мясорубкадан түзген помидорды саласыздар да тағы да бір 10-15 минуттай жақсылап қайнатасыздар. Сосын көріңіздер, өте сочный, сап-сары әдемі цвет шығып жатыр. Оның үстіне қиярды саласыздар да жақсылап араластырасыздар. Қиярды негізі салмасаңыздар да болады. Мен үнемі қияр саламын, себебі кәдімгі тұз алған қияр сияқты помидордың да дәмі өте керемет сіңеді. Ішіндегі қиярдың дәмі әдемі болады. Үстіне лавровый листі да азырақ салып жібересіздер. Бірақ мен лавровый листі соңында алып тастаймын. Міне осылай тағы да 15 минут қайнатсаңыздар, сіздердің салаттарыңыз дайын. Банканы стерилизовать етіп құя бересіздер. Кішкене уксус қосып жіберіп жаба бересіздер. Негізі уксус қоспасаңыздар да атылмайды, қорықпаңыздар. Міне осындай керемет лечо салат шығады. Және де достар, менің арнамда басқа да банка жабудың түрлері бар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, канал ұнаса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.